Жалпы тәрбиелеу дегеніміз не сіздердің ойыңызша? Бала тәрбиелеу дегеніміз не? Не нәрсе ол? Адам қатарына қосу. Адам қатарына қосу ғой, мақсат сол, мақсат ол. Бірақ ол тәрбиелеудің өзі не? Жол көрсету, дұрыс, ол да жақсы, жол көрсету. Алланы таныту бар оның ішінде, ішіндегі бір мақсаты. Тәрбиенің мақсаты деп айтсақ болады. Ол мақсаттар. Сіздер мақсаттарын айтып жатсыздар, тәрбиелеудің көздеген мақсатымыз сол ғой. Бірақ тәрбиелеудің өзі не? Тәрбиелеудің өзі әрекет қой. Бір іс әрекет, амал ғой. Сонда тәрбиелеу дегеніміз әсер ету екен ғой. Балаға әсер ете білу. Балаға әсер ете алсаңыз, тәрбиелейсіз. Әсер ете алмасаңыз, тәрбиелей алмайсыз. Екінші бір жағынан алып қарасақ, тәрбиелеу дегеніміз баланың бойында бір әдет дағдыларды қалыптастыру. Соларға оның мінезін қалыптастыру. Тәрбиелеу дегеніміз осы. Осыны кәдімгі нысанаға алып, жүйелі түрде осыны істей бастайсыз да. Ол үшін бүйтіп қарасаңыз, біз өзіміздің бойымызда бір нәрсені сіңіргіміз келсе, өзіміздің өмірімізге, бойымызға, ол нәрсені сіңірудің жолы, бір-ақ жол бар, соны әдет қылып, дағды қылып қалыптастыру, басқа жол жоқ. Соны қайталай бересің, кейін бойыңа сіңеді. Бұл ары қарай күш жұмсаудың қажеті жоқ, сенің бір мінезіңнің бір қыры болып, бойыңа сіңіп кетеді. Неге өйткені мынандай бір керемет сөз бар. Кейде Шәкәрім атамыз айтқан деп қояды, жалпы бұрыннан келе жатқан сөз. Тағдырыңды түзегің келсе, не қыл дейді? Мінезіңді түзе дейді. Тағдырыңды жақсартқың келсе, жақсы бағытта жүргің келсе, тағдырды біз өзгерте алмаймыз, тұтасың Алланың несінде, құзырында. Бірақ біз өзіміз, менің тағдырым осындай болса екен деген өзіміздің қалауымыз бар ғой. Өзіміз көріп тұрған жақтан. Сол мағынада айтылып жатыр. Сол тағдырыңды түзегің келсе, онда мінезіңді түзе дейді. Өйткені мінезден тағдыр қалыптасады. Ал енді мінезіңді түзегің келсе, онда әдеттеріңді түзе дейді. Мінез дегеніміз әдеттердің жиынтығы дейді. Мен мысалға сөйлеу әдетім бар, керек болса ашулану әдетім бар мен. Әдет болып кеткен ол. Сол әдетім бойынша ашуланамын мен, басқаша ашуланбаймын. Сол ашуланатын нәрселерге ғана ашуланамын. Басқа нәрсе маған әсер етпейді. Әдет бәрі әдет болып кеткен ғой. Не нәрсеге күлем, қалай күлем, бәрі әдет. Сол үшін бұрыннан қалыптасқан сөз бар. Тағдырыңды түзегің келсе, мінезіңді түзе, мінезіңді түзегің келсе, әдетіңді түзе дейді. Ендеше бізде баламыздың жақсы адам болғанын қаласақ, баламыздың тұлғасының жақсы бір азамат болып қалыптасқанын қалайтын болсақ, ендеше оның мінезін дұрыстау керек. Ал мінезін дұрыстау үшін оның әдеттерін дұрыстау керек. Сол тәрбие. Мысалға, өздеріңіз білесіздер, бала болғаннан кейін төгіп шашып ішеді деген сияқты. Сонда сол жерде біз ақырын жаңағы айтып, көрсетіп, балам былай жейді, бүйтіп жейді деп, бәріміз отырған кезде жаңағы бата қылып, қолмен жейміз деп айтып, соны бала естіп жүреді да, бойына сіңіп кетеді, болды. Оның өмірінде, мінезінде солай қалыптасып қалды. Ол кейін қандай жасқа келсе де, қандай күйде тұрса да, ауырып тұра ма, қуанып отыра ма, қайғырып отыра ма, бәрібір автоматты түрде тамаққа қол созған кезде оң қолын созады да, бисмилля дейді. Бұл әдет қой. Ойланудың қажеті жоқ. Бойында бар. Сенімен бірге бірігіп алған. Сол сияқты баламыздың бойынан не нәрсе көргіміз келеді. Соған қатысты біз бір нәрселерді істей бастауымыз керек екен, және ол өзінен өзі істеліне бермейді. Әрбір нәрсе жаңа айтпақшыдай, ол адамның өміріне кіру үшін ол жүйелеу керек, жүйеге түсу керек қой. Жүйеге түскен кезде ғана өмір көріп кетеді. Бағана айтып өттік, намаз дегеніміз біздің өміріміздің жүйесі. Оянғанымыздан бастап ұйықтағанға дейін аралықтағы соның 5 намаз біздің бір күнімізді жүйелеп тұр. Солай жүйелеп тұрды. Күнмен бірге тұрасың, күн батқаннан кейін соңғы намазыңды оқып демаласың деген сияқты. Былай қарасаңыз бір жақ табиғатпен үйлесімді. Сол сияқты баламызға қалай киіну керек, дәретханаға қалай кіріп шығу керек, соның бәрін үйретіп жүрміз ғой. Неге қайталап айта береміз? Неге қайталап айта береміз шаршамай? Неге өйткені бана әдет болып сіңіп кетсе екен, бойына сіңіп кетсе екен болды. Бойына сіңіп кетсе біз оны ары қарай оған күш салмаймыз, керек жоқ. Басқа одан биігірек, одан күрделірек дүние көп қой. Сол нәрселер енді баламызға әдет қылуымыз керек. Мысалға баламыз біреу сыртынан жамандап жатса, қараймыз да оның ғайбат екенін кішкентай балаға айтып түсіндіру қиын. Мысалға сіз 3 жастағы, 4 жастағы балаға ғайбатта Құран туралы мынандай аят айтылған деп әңгіме айтсаңыз түсінбейді ол. Өйткені оның миының дәрежесі оған жетілген жоқ қой. Ол аятты түсіну, ғайбат деген сөз қабылдау оған балаға ауыр. Сондықтан не деп айтамыз ол кезде? Сол баланың жасына сәйкес бір әдеттер қалыптастыра бастаймыз. Егер сол әдетті сіңіре алсақ, біз баламызды ғайбаттан сақтап алып қаламыз. Мысалға бір кісі былай істеген.
бір күні келсе бала болған күндіз бір-бірімен таласады, бірдемеге келіспей қалады, төбелесіп қалады кішкентай кезінде. Сөйтсе кезде бір-бірін жамандайды екен. Әкесіне келсе енді жамандығын айтып, сыртынан жамандап, көзінше жамандап сөйтеді да. Әкесі тыңдап жүреді. Басында бір күн қараса, анау балалар әдет болып баратыр. Әкесі келсе, бір-бірін жата келіп жамандайды. Әке анау бүйтті, мынау сөйтті, мынау сөйтті. Әке ойланады. Мұсылман жігітші. Мынау дұрыс емес қой. Мынау қалыптасып кетсе мынаның бойына. Болды, нағыз ғайбатшы болады мыналар. Қайда мен мұны? Олар аят айтып, жаңа қабірді сенің бауырыңның етін жеген деген аят түсінбейді олар. Мен не істеймін мен? Дейді, сосын ойланып отырады да айтады. Балалар айтады, балаларым сендерге ұсынысым бар дейді. Ол қандай айтады? Мороженое, чупа-чупс дүкенде алып жейтін дүние па? Қанша теңге тұрады деп сұрайды? 50 теңге тұрады, жаңағы тәтті мороженое, балмұздақ десе айтады, ендеше мынандай шартым бар дейді. Мен жұмыстан келем, мен келген кезде кім өзінің бауырының жақсы жағын айтады маған? Мен соған бір балмұздаққа ақша беремін. Келістік па дейді, жұмыстан келеді. Ағалар әңгімесін бастай берсе, тұра тұрыңдар. Кеше келісіп естідіңдер ма дейді. Кім өзінің бауырының бір бүгінгі күннің ішінде істеген бір жақсы әңгімесін айтады маған? Мен соған мінекей 50 теңгем дайын тұр. Біз бүгін бүйтті сөйтті деп жаңағы мақтайды. Бүйткен кезде сөйтіп айтты. Мен жаңағы таңертеңде жаңағы нан жей деп жатқан кезде мысалы нан тосып қалып еді. Ағам алды нан екі үзіп маған жартысын берді деп ше. Бәрекелді деп мақтап. Мә, мороженеңді алып жей қой, балмұздағыңды алып жей. Ертесі келеді, тағы да сол. Араларда әдет бола бастайды ғой, бір-бірінің жақсылығын аңдып жүрді. Кім қандай жақсы нәрсе істеп жатыр, қандай жақсы сөз айтып жатыр. Кешке жақын әкесін айту керек, балмұздаққа ақша алу керек. Сынып баратыр ғой. Соң бір күні әкесі айтады, бір-бірінен кейде таппай қалады ғой. Сонда да сендерге кішкене жеңілдетейін дейді. Бауырларыңның ғана жақсылығын емес дейді. Көрші балалардың, бірге ойнаған балалардың қандай жақсы ісін көрдіңдер, қандай жақсы сөзін естідіңдер, соны маған айтсаңдар, мен беремін. Алайда балалар сонымен күнде келеді, жаңағыдай тек жақсылық айтады, бір-бір туралы жақсы сөз айтады. Сөйтіп, жаңағы кісі балаларының бойына басқа адамның бойындағы жақсылықты көре білу, жақсы істі бағалай білу, жақсылықты жеткізе білу деген дүниені әдет қылып сіңіріп тастаған. Ол кішкентай кезден сіңіріп болды, үлкейгенде де сол әдет қала береді болды. Оны үлкейген кезде жаңағы байқаған кісілер айтады ғой, сен балалар әңгімелесіп отырғандағы тыңдасам, басқалардың жақсылығын айтып отырады ғой. Сөйтеді да солай қалыптастырамыз деп. Болды, қалыптасып қалды, сіңіп кетті. Сіз тәрбиеледіңіз балаңызды. Кәдімгі саналы түрде. Неге бала өзінен өзі өсе бермейді? Қазіргі біздің заманымызда өзінен өзі өсе бермейді. Біздің заманымызда деген қазір бүкіл әлемнің жақсылығында, бүкіл әлемнің қоқысында келіп санасына сіңіріп жүретін құрал дайын тұр да. Сондықтан да өзі өсе береді әйтеуір. Біз жаман адамдар емеспіз ғой деп тастап қойғанмен болмайды екен. Өйткені бақшаға келіп жаңағы бір көшетті отырғызып, өзі өсе береді деп жайнап беретін болсаңыз, жан-жаққа бұтақтар арбиып, бой дегенің сорайып, ашқан кезде быт шық кетеді ғой. Ол кесетін жерін кесіп, беретін құнарын беріп, суаратын кезде суарып күту керек. Бала деген тура сондай ғой. Тура сондай. Әрбір сөзіне, ісіне мән беріп жүру керек. Әке дегенше, мысалға біз сыртта жүреміз ғой. Анасы жанында жүре бергеннен кейін мүмкін байқай алмай қалуы мүмкін. Кешен жанында жүре берсең, енді қалыпты жағдай болып кетеді ғой, үйренішті болып кетеді. Ал сіз сырттан келіп қалыңыз, қарап, қызыңыздың бойында, балаңыздың бойында біресе көріп қалдыңыз, оғаштау ма? Бірден байқап қою керек. Әйеліңізбен ақылдасу керек. Мынаны қалай жойып, орнына басқа әдетті қалай алып кіре аламыз? Енді біздің мысалға көбінесе тәрбиелеусін дегендегі қателігіміз бізде ақыл айту деген тәсіл бар. Ол да тәсіл. Бірақ кішірек, жаңа айттым ғой, бір қанша жаста бастап айтсақ болады. 7 жас ең кемі, немесе 9 жасқа дейін сіздің айтқан ақылыңызды түсінбейді бала. Оның логикалық, ақылы, логикалық менің жүйесі әлі іске қосылмаған. Ол бір-бірін байланыстырып түсіне алмайды, анализ жасай алмайды. Ол кезде тек қана жаңағыдай әдет қалыптастыру. Одан үлкен балаларға ақыл айтса болады. Бірақ үлкен балалардың өзіне де ақыл айта берсең, олардың да қабылдауы қиын болуы мүмкін. Бірде қабылдайды, бірде қабылдамайды. Өйткені мынандай нәрсе екен ғой, қазіргі заманда ақыл дегеніміз ақпарат қой. Ақыл деген былай ғой, мынаны істеуге болмайды, мынаны істеуге бүйтсең мынандай болады. Мынау жаман болады, мынау жақсы болады, мынау ұят болады, мынау обал болады деген сияқты. Қазақынша айттыңыз, қойыңыз. Бірақ қазір байқайсыздар ма, ұят болады, обал болады, сауап болады дегенмен қазіргі балалар тәрбиелене қоймайды. Қазір сізден көп нәрсені көріп алған. Оның үстіне мына ақпарат көп болғаннан кейін сіз ана айтқан ақпаратыңыз көп ақпараттың бір ақпараты ғана болып қалады. Күніне 100 ақпарат көрсе, соның біреусі-ақ сіздің айтқан ақылыңыз. 99-ге баланы өшіріп тастайды. Ұмытып кетеді. Сондықтан да ол жерде жаңа айтпақшыдай кішірек кезінде әдет қалыптастыру керек.
үлкенірек кезінде, кішірек кезінде де, үлкенірек кезінде де ең үлкен тәсіл өнеге көрсету екен ғой. Өнеге көрсету. Өзіміз соны істейміз екен. Балаларымыз соны қарап отырып сіңіріп отырады екен. Кішкентай кезінде жаңағы. Бейсаналы түрде бойына әдет болып сіңіп кетеді. Дастархан үстінде жақсы әңгіме айтып отырдық па? Балаға да сондай түсінік қалыптасады. Дастархан үстінде жақсы әңгіме айту керек, жаман сөз айтуға болмайды, ұрысуға болмайды. Егер сондай бір жағдай болып қалса, мысалы дастархан үстінде ұрыс шығып кетсе болады ғой өмір бағана. Сол кезде сол жерде отырған ақсақал ма, атасы ма, әжесі ма, ай қойыңдар тайып болды. Тамақ ішіп отырмыз ғой. Дастархан үстінде жақсы сөз айтайық. Бұл мәселені кейінірек талқылайық. Деп мысалы сол жерде үлкендердің өзі тыйым салса, кішкентай бала тыңдап отыр да. Мынандай екен ғой. Бірнеше рет қайталанғаннан кейін болды, санасына жазылып қалды. Мынандай болу керек. Содан қазір тура осы жерде ойлаңыздар, сіздерге өздеріңіздің балаларыңыздың ішінде қай балаңыздың бойындағы, немесе қай қызыңыздың бойындағы қай қылығы ұнамайды. Соны ойлаңыздаршы, жай ғана. Қатты бір ұнамайтын бір нәрсе болуы мүмкін. Әйтеуір бір балаңыздың бойында. Немесе бүкіл балаларыңыздың бойындағы бір қылығы ұнамайды деген сияқты. Ойладыңыздар ба? Ойласаңыздар, негізінде сол қылығының қалыптасуына біз себепші боламыз. Ата-анасы себепші болады. Өйткені ол өзінен өзі ауадан қалыптаспайды. Енді интернеттен көріп алды деуге болады, кейбір дүниені. Жоқ, негізінен бала кезде, кішкентай кезден баладан қалыптаспайды екен. Мектептен де біраз нәрсе алып келеді ғой. Бірақ біз сәл жаңағы, біз бала деген кезде көбінесе көз алдымызға елестете берейік, 9 жастан төменгі балаларды айтып жатырмыз деп, 7 жастан төменгі балаларды айтып жатырмыз деген сияқты. Оларды негізінен ата-анасынан қабылдайды екен. Қандай да бір қырсық мінезі бар ма, жаман әдеті бар ма, жаман қылықтары бар ма, ұнамайтын. Соның бәрі сол бізден қалыптасып барады екен. Соны өзінше тәрбие деп ойлайды. Мен баламды дұрыс емес нәрседен дұрыс нәрсе істеп тоқтатып жатырмын деген сияқты ойлауым мүмкін. Немесе әне алдыңғы жолы айтқанымыздай, әкесі арқылы қорқытып, әкесін үбжайға айналдырып, әкең қиратады, әкең соғады, сен әкең өлтіреді деп тағы да қорқыту арқылы тәрбиелеуге тырысады. Немесе сол рөлге енгісі келген әкелер не қылады? Шын мәнінде балаларын ұрсып, боқтап, ұрып, сабап деген сияқты өзінің уысында ұстауға тырысады да, соны ойлайды, мен тәрбиелеп жүрмін. Жаман әдеттерінен айтпақшы әдетін өзгерту керек дедік қой. Жаман әдетті сөйтіп алып тастап, жақсы нәрсені сіңіріп жүрмін деп ойлауым. Бірақ бұл тәсіл сырттай көрінісінде өтіп жатқан сияқты болып көрінетін уақытқа бар екен біршама. Мысалы жаңа айтпақшы 12 жасқа, 13 жасқа дейін ғана да. Одан кейін ол тәсіл мүлде жүрмейді. Оқтайсың ба, ұрасың ба, уже бір тиын. Сол тәсілмен ғана балаңмен сөйлесіп келген болсаң, сондай күш қолдану тәсілімен тәрбиелеп келген болсаң, сенің тәрбиелеу тәсілің күш қолдану болған болса, болды 13 жастан кейін сен ол тәсілің жүрмейді да, сен балаңнан мүлде бөлек, алыс қалған, әсерің жүрмейтін, бөтен адамға айналып шыға келесің. Өтпейді сен тәрбие тәсілің өтпейді. Ал біздің мақсатымыз тәрбие тәсіліміз тоқтамау керек. Балам 25-ке келсе де, балам 30-ға келсе де, балам 40-қа келсе де Алла Тағала ғұмыр берді бізге. Менің үйретерім бар ғой әкелерімде. Алла Тағала әке қылып жаратқаннан кейін. Сонда менің әсерім жоғалмауы. Сонда қалай жоғалтпаймыз? Қалай ойлайсыздар? Сәл ойланып қойыңыздаршы. Қалай жоғалтпауға болады әсерімді? Кімнің әсері жоғалмайды өзі? Бағана үшеуінің біреусінің әсері басып кетеді деген жерде бір жауаптың шеті айтылып кетті негізінде. Кімнің әсері жоғалмайды? Кімнің әсері жоғалмайды? Бір сезімнің себебі үшін ол нәрсе жоғалмайды. Немесе күшейеді, әсері күшейеді деп айтайықшы. Басында әке-шешенің әсері күшейді ғой. Кейін мұғалімге ауысады. Өзі бірінші сыныпқа барғаннан кейін мұғалім ауысып кетеді автоматты түрде. Мұғалім авторитет болып кетеді ғой. Абай айтты десең, ағай айтты, саған бой бермей қойып. Ой десең, ағай айтқан, апай айтқан, бой бермейді ол саған. Өйткені сол кісінің беделі жоғары. Одан кейін жаңа айтпақшы 13 жастан кейін құрбылардың беделі күшейіп кетеді. Неге? Бір сезімнің себебінен солай олар күшейіп кетеді. Сол жерде Абай хакім айтады, қайсысын бала жақсы көреді дейді. Соның әсеріне күшейіп кетеді. Кішкентай кезде әке-шешесін жақсы көреді. Сол үшін әке-шешесінің әсері күшті. Сәл өсеген кезде жаңа мұғалім жақсы көріп қалды. Білім үйретіп жатыр. Әке-шешесінің бойында жоқ көптеген нелер бар екен, әдемі киінеді деген, күшті сөйлейді деген сияқты мұғалім жақсы көріп қалады да. Сол жақсы көрген үшін оның әсері күшейіп кетеді. Сонымен махаббат сезімді ғой. Кімге махаббат сезім, жақсы көру сезім болады, сол балаға әсер еткіш болады.
ендеше біз балаларымызға деген әсерімізді жоғалтпау үшін бір ақ тәсіл бар екен. Балаларымыздың бізге деген махаббаты жоғалмаса, біздікі жоғала қоймайды ғой ата-ананікі. Бұл біздің әсеріміз үшін тұрады. Ал егер олардың бізге деген құрмет сезімі, махаббат деген көрінісі бар ғой. Махаббаттың көрінісі құрмет, сыйлау, сөз тыңдау деген сияқты, айтқанды орындау деген сияқты енді түр бар. Сол сияқты сол бізге деген махаббатын, сүйіспеншілігін жоғалтпаса, біздің әсеріміз жоғалмайды. Екінші жағынан алып қарасақ, біздің беделіміз жоғалмаса, олардың алдында беделге ие болсақ, беделімізден айырылып қалсақ, болды, әлгі авторитет жоқ дегендей біздің сөзіміз жүрмей қалады. Олар жаңағы достарының жанында жүргендердің немесе интернет әлеміндегі бір жұлдыздардың беделі күшейіп кетті. Алдында да естіңіздер ғой, Әзіреті Әли радиаллаху анху мынандай деп сөз айтты. Құлшылықты үш түрлі жасауға болады депті. Біріншісі, Құдайға қорыққандықтан құлшылық жасауға болады дейді. Қорқып. Бұл депті құлдардың құлшылығы депті. Нашар бағынысында жатыр. Құлдықтағы адамдар болады, сол сияқты. Екіншісі депті, саудаласып жасайтын құлшылық бар депті. Мен намазымды оқимын, мен оразамды ұстаймын, сен маған жұмағыңды бересің, сауабыңды бересің деген. Сөйтіп Алла тағаладан бір нәрсе күтіп, сөйтіп саудаласып жасау құлшылықты. Бұл саудагерлердің құлшылығы депті. Ал енді ақылы толысқан, ересек, кемелденген адамның құлшылығы дейді. Ол тек қана Алла тағалаға деген махаббат үшін ғана, Алла тағаланы жақсы көрген үшін ғана, Алла тағаланы бүкіл әлемнен, бүкіл дүниеден жоғары қойып жақсы көрген үшін ғана жасалатын құлшылық. Махаббатпен жасалатын құлшылық. Ендеше осы қағида сияқты да, осы тәсіл, мысалға мемлекет басқаруды алайықшы. Мемлекетті қорқытып басқаруға болады адамдар. Полиция, түрме, жаза, ату жазасы, штраф деп қояқшы, қорқып жүріп басқарасын бәрі. Екіншісін, алтайсың, саудаға түсесің ғой. Бүйсеңдер мынандай беріледі, мемлекеттен мынандай нәрсе беріледі, мынаны істесеңдер мынандай нәрсе беріледі сендерге, мынандай сыйлықтар беріледі десең, о деп адамдар соған саудаласып, сол нәрсені істейтін болады. Ал енді үшіншісі, мысалға, менің отаным, бұл менің елім, мына менің үйім деген сияқты ше. Мына мемлекет, мына Қазақстан деген менің мемлекет, менің елім деген бір махаббатпен, сондай сезіммен әрекет етсе адам, ол уже өзінің отаны үшін махаббатпен жоғары дәрежеде қызмет етіп саналады. Сол сияқты баланы тәрбиелегенде сол екен ғой, баланы қорқытып тәрбиелеу. Біразымыздың қолданатын тәсіліміз. Екіншісі саудаласып. Балам, сабағыңды 5-ке оқысаң, биыл 5-ке шығатын болсаң, мен саған велосипед алып беремін. Биыл жаңағы 5-ке шығатын болсаң, мен саған iPhone 14 алып беремін. Саудаға үйретіп жасақ. Бұл да тәсіл. Бірақ та сауда тәсіл. Ең жоғарғы тәсіл, балаңыз сіздің қалаған дүниелеріңізді, сіз үйреткен жақсы дүниелерді сізді жақсы көрген үшін, сізді құрметтеген үшін ғана істей береді. Қорқудың, саудаласудың қажеті жоқ. Сонда ең жақсы осы екен ғой. Ол үшін балаңызбен кішкентай кезіңізден сондай бір мәміледе қарым-қатынаста болуыңыз керек. Балаңыз сізді тек жақсы көргісі көріп қалады. Әлемдегі ең жақсы әке менің әкем, әлемдегі ең жақсы ана менің анам. Сондай сезімде, сондай сенімде өссе, бірақ оған лайық болу үшін тағы да айналып келгенде өзімізге қайтып келеді. Соған лайық болатындай дәрежеде өзіміз тәрбиелеп, өзіміз тырысып, өзіміз үлгі болып, сөйтіп жүретін болсақ, балаларымыз жақсы көреді. Ал жақсы көрді ме, ол біздің әсеріміздің аймағынан шықпайды. Ал одан жіберіп қойдық па, тізгінді басқа бір нәрсені жақсы көріп кетті ма, басқа бір нәрсені үлгі тұтып кетті ма, сол жаққа кетіп қалады. Неге өйткені адам қашан үлгі тұтады бір нәрсені? О деп, үлгі тұту деген мынандай ғой, бір нәрсеге қызықтың. Депші, мынандай болу керек қой, істеу керек қой дейсің ғой. Үлгі тұту деген сол ғой. Қалай күшті деп. Сонда сіз беделі болудан, абырой болудан қалған кезінде, олар сондай бір нәрсені сырттан тауып алады да, өзінің ортасынан ба, интернеттен ба, сол жаққа. Яғни бұл жерде бізге кәдімгі еңбек керек тұр ғой. Яғни қай жағынан болсын, мінез жағынан болсын, мынадай тіршілік жағынан болсын, иә, рухани білім жағынан болсын, діни білім жағынан болсын, иә, әдебиет, кино көру дейміз де қарапайым ғана мүмкін да, қай жағынан болғанда да сіз өзіңіздің бір білімділігіңізбен, даналығыңызбен, кеңдігіңізбен балаңызға қызмет етіп жүрсеңіз, ол баланың алдында ең беделді адам, ең үлгі тұтатын адам сіз боласыз. Содан кейін баланың жақын жүріп, алыстаған қазақ айтады ғой,
бармасаң келмесең жат боласың депші. Солай айтпақшы, баламен барыс келісте жүргенде кешке шейін барыс келісте жүрген. Кәдімгі бір үйде жүрген не емес, ол ақтамайды барыс келіс деген сөз не? Баламен екі ортада әңгіме болып тұру керек. Баламен екі ортада тек қана әңгіме емес, баламен екі ортада бар білесің ба? Сезім алмасу керек. Сезім алмасу. Баламен бірге қуанып, екеуіңіздің ортақ қуанышыңыз бар. Екеуіңіздің ортақ қайғыңыз бар. Ортақ мұңыңыз бар. Ортақ тақырып дейді ғой, ортақ тема бар. Осылай барыс келіс болып тұру. Бірге армандайсыздар, үйде бірге бірдеме жасайсыздар. Бірге бір жаққа қыдырасыздар. Бірге киноға барасыз, бірге театрға барасыз. Бірге жаңағы аулада, бақшада жұмыс істейсіздер. Бірге үй жинайсыз. Бірге тамақ ішесің, бірге әңгімелесесіз. Осындай барыс келіс болып тұру. Сіз оған оның деңгейі көтеретін, санасын көтеретін әңгімелерді айтып тұруыңыз керек, жасырмауыңыз керек. Жасырмауға болады не. Ол сізге айтып тұру. Сөйтіп барыс келіспен. Әсіресе бұл жерде ең басты менің айтайын деген сезім мәселесі. Эмоция дейміз ғой. Эмоция алмасу. Балаңмен бірге қуану, балаңмен бірге мұңаю, балаңмен бірге бірге жылау. Сол нәрсе. Ұстап қалады екен ол. Жақындық ұстайды. Өйткені біз былай қарасаңыздар, пенде деген кім? Еркектер біз көбінесе баспен ойлаймыз, байқайсыздар ғой, баспен ойлап, баспен шешіп жүре береміз ғой. Бірақ негізгі өмір деген сезім екен ғой, сезім екен. Қай жерде сезім араласады, сол жерде жақындық сақталады. Сезім жоғалған жерде адамдардың арасында алшақтық басталады екен. Байқадыңыздар ма соны? Мысалы, әйеліңіз екеуің қараңыздар, сезім болу керек та, сезімді суғару керек дейді ғой қазір. Суғарып тұру керек еді. Сезімді суғармасаңыз, тек қана ақылға сала беретін болсаңыз, бәрі алшақтай бастайсыз. Ақыл айту, әйелгеш, бірдемені талап ету, сондай бірдемені талқылап қою, сонымен ғана жүре беретін болсаңыз, болмайды екен. Міндетті түрде сезімді де суғару керек. Әйел деген сезім нәрсе ғой. Арқасынан қақсаң да, құшақтап қойсаң да, белінен сүйіп қойсаң да, бір тал гүл әкеліп сыйлап қойсаң да, бірақ даладан жұлып әкеліп сыйлап қоюға болады. Рас, қызғалдақтар өсіп тұр ғой. Соны 4-5 жұлып әкеліп, мынау сүйіктім саған деп қойсаң, бір сезімдер оянып тұр ғой. Сондай. Сол нәрсеге мән беру керек екен. Онсыз өмір сұрқай болып кетеді екен. Қарапайым ғана дүние. Кейде мынандай болсын да, отырыстан бір алманы қалтаңа салып қоясың, барасың да, жаңағыдай да, жаным деп, немесе жаңағы еркелететін атыңыз бар ғой, бәленбай деп қойсаң, мына саған әкелдім әдейі деп қойсаң, болды, сезімді суғарып жатсыз ғой. Сол сияқты баламен арада да сондай. Сезім алмасын. Әйтпесе әкенің рөлі ақыл айтып екен, баланың рөлі тыңдап орындап екен деп қойсаңыз, болды, алшақтай бастайсыз. Қарым-қатынас азая береді. Кейін жаңа айтпақшыдай, жасөспірім жасаған кезде ол қарым-қатынас мүлде алыс болды. Бір жағынан келгенде бар ғой, ол бір жағы заңдылық, одан бір қатты уайым жемеңіздер. Сол жасқа келген кезде өзі әке шешесінен бүйтіп алыстап барып, кейін бүйтіп қайтып келу өзі бір заңдылық. Бірақ тым қатты алыстап кетпеу керек та. Сізге тым бөтен жат болып кетпеу керек. Сол жағынан мән беру. Жақсы, біраз ауыр нәрселер айтып тастадым ғой, бірақ. Өйткені кейбір кісілердің қабақшылық етеден что-то ауыр бола бастады дегендей. Сол, Алла тағала балаларымызды көзіміздің қуанышы, жүрегіміздің жұбанышы қылсын. Балаларымыздың жақсылығы баршамызға нәсіп етсін.